Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта бір товардың ізделу үш жолын айтамын. Бірінші жолы ол мына поисққа мен өзіме керек затты жазамын. Маған мысалға куртка керек. Женская куртка деп жазамын. Маған куртканың көптеген түрлері шықты мына жерде. Төменге қарап, өздеріңізге керегін көрсеңіздер болады. Желательно негізі поисқа Қытай тілінде жазған дұрыс, өйткені сол іздеген затыңыздың көптеген ассортименттерін шығарып береді. Негізі бұрын осы Pinduoduo сайты тек қана Қытай тілін ғана қабылдайтын еді. Қазір қазақ, орыс тілінде қабылдайды. Мен екінші жолын сіздерге көрсетейін. Мен мынадан шығып, тағы да шығамын. Енді камераның үстін басып, мына жерге өзіме керек куртканы сохранить еткен болатынмын. Дәл осы куртканы маған осы сайт шығарып береді. Яғни маған дәл осы куртканы шығарып берді, немесе осыған ұқсас курткаларды да. Бұл екінші жолы болатын. Енді мен сіздерге үшінші жолын көрсетейін. Мына жоғарыда тұрған иероглифтер, яғни бұл осы Pinduoduo сайтындағы заттардың жүктелу бөлімдері. Мен мысалға бірінші бөлімге кірейін. Бұл жерде мысалға әйелдер киімі және де сыртқы киімдер тұр. Куртканың үстін басу арқылы мен осы жерден өзіме керек куртканы таңдайтын боламын. Яғни бұл үшінші жолы болып табылады. Қарап тұрсаңыздар, өздеріңізге керек куртканы осылай төменге қарай жылжытып көрсеңіздер болады. Үшінші жолын таныстырдым. Енді сіздерге бір заттың бірнеше ассортиментін іздеудің екі жолын көрсететін боламын. Мысалға мынау қара парка үстін басайын. Маған басқанда осы экран ашылды. Мынау астында тұрған жирный шрифтмен жазылған сөздің үстін басып, мынау оң жақтағы сөзді таңдаймын. Қарап тұрсаңыздар, дәл сол парканың басқа да магазиндерде сатылатын көптеген түрлерін шығарып берді. Мысалға мынау қызыл куртка тұр ғой, 11-11 деген сан, және сары түстің ішінде 52-54 деген сан тұр. Яғни бұл 54 минуттан кейін осы қызыл парка скидкадан алынады. Қарап тұрсаңыздар, осындай көптеген түрлері шықты. Енді мен екінші жолын көрсетейін. Мынау видеоның үстін басып, поиск деген сөзі басам. Қарап тұрсаңыздар, дәл сол парканың тағы да маған бірнеше ассортименттерін шығарып берді. Сіздерге бір нәрсе айтып өтейін, яғни осы Pinduoduo сайтынан лайфхак болсын сіздерге. Каждый затты алатын кезде ай сайынғы сатылым санын көру ол өте маңызды. Мысалға бірінші тұрған 279 юаньдағы куртка 501 деп тұр. 501 саны. Яғни бұл бір айда 501 штука сатылған. Ал жанындағы 167 деген юань қасында 3675 деген сан. Бұл бір айдағы сатылым саны. Яғни осы парка бір айда 3675 штука сатылған. Дәл осылай ай сайынғы сатылым санын көрген маңызды. Мынау астында қара парка 10B деп тұр, я? Б деген сөз бұл Қытай тілінде 1000 деген мағынаны береді. Яғни осы парканың 10.000 штука сатылған бір айда. 169 юандық парка бір айда 10.000 штука сатылған. Осы Б деген сөз Қытай тілінде 1000 деген мағынаны береді. Яғни мына 169 юандық парка бір айда 10.000 штука сатылған. Кез келген товардың осы ежемесячный продажасына қараған дұрыс. Өйткені өзіңізге сенімді боласыз. Мысалға мынау осы главная страницада экран ашылып тұр ғой. Мен осыны төменге қарай жылжытсам, маған өзім көрген товарларға ұқсас товарларды шығарып тұр. Мысалға мына парка тұр ғой, 167,16 юаньдық парканың жанында 1119 деген сан тұр. Яғни осы қызыл парка бір айда 1119 штука сатылған. Қасындағы киім
130 юаньдық сатқа кием. Жанында 1 деп тұр. Яғни 1000 деген сөз. Яғни бұл парканың бір айдағы сатылым саны 1000 штук. Кез келген товарды осылай ай сайынғы сатылым санына қараған дұрыс. Мен алдағы уақытта осы Pinduoduo сайтының каждый деталін түсіндіретін боламын, және де тегін от 0-ден бастап түсіндіремін. Менің каналыма тіркеліп, подписка жасап қойыңыздар. Керек сұрақтарыңызды комментарий бөліміне жазып қойсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Ұнаған болса, комментарийға реакцияларыңызды жазып кетіңіздер. Назарларыңыз үшін рахмет.